Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 7-ші дәріс туризм логистикасындағы жоспарлау және болжау тақырыбын талдап талқылайтын боламыз. Бүгінгі дәріс жоспарлаудың негізгі міндеттері дегеніміз не? Болжау әдістері және нарықтық талдауды қалай анықтаймыз? Логистика және операциялық оңтайландыру мен автоматтандырылған басқару жүйелерін талдап талқылау бойынша қарастырылады. Жоспарлау деп туристік қызметтегі жоспарлау кезіндегі болашаққа бағытталған іс-әрекеттерді модельдеу процесін айтамыз. Туризмдегі жоспарлаудың мақсаты күтпеген тәуекелдерді азайту және ресурстарды барынша оңтайландыру нәтижесінде клиентке сапалы сервис ұсыну. Ал болжау деп нарық сұранысын, маусымдық өзгерістер мен экономикалық конъюнктураны жан-жақты бағалауды айтамыз. Болжау арқылы бизнес алдағы тенденцияларға дайын болып, стратегиялық шешімдер қабылдай алады. Ал үйлестіру логистикалық тізбектегі барлық буындарды тасымалдаушылар, қонақ үйлер, туроператорларды бір жүйеге біріктіреді. Тиімді үйлестіру тұтынушы тәжірибесін айтарлықтай жақсартуға үлес қосады. Жоспарлаудың негізгі міндеттері болып, туристік ағындарды басқару, сұранысты бағалау және сервистік сапа болып табылады. Туристік ағындарды тиімді басқару және көлік логистикасын үйлестіру, маусымдық шыңдар мен тыныш кезеңдерді ескере отырып, жүктемені теңестіруді қамтиды. Бұл ресурстардың тиімді бөлуін қамтамасыз етеді. Ал жоспарлаудың келесі міндеті ол сұранысты бағалау, клиенттердің қажеттіліктерін терең талдау және сұранысты алдын ала бағалау маркетингтік стратегияның негізін құрайды. Деректерге негізделген шешімдер нарықтағы бәсекелестік позицияны нығайтады. Ал ең соңғы жоспарлаудың негізгі міндеттерінің бірі ол сервистік сапа, инфрақұрылымдық мүмкіндіктер мен сервистік сапаны үйлестіру арқылы тұтынушылардың күтуін ақтауға, ал кейде одан асып кетуге болатындығымен сипатталатын міндет. Болжау әдістері және нарықтық талдауға тоқталатын болсақ, туризм саласында болжаудың бірнеше тиімді әдісі қолданылады. Олардың дұрыс үйлесімі нарықтың нақты бейнесін береді. Статистикалық әдістер бұл өткен кезеңдердегі туристік ағын деректерін талдау арқылы болашақ тенденцияларды анықтау, уақыт қатарларын зерттеу, маусымдық үлгілерді және ұзақ мерзімді өсу трендтерін анықтауға мүмкіндік береді. Маркетингтік зерттеулер тұтынушылардың мінез-құлық моделін анықтау, сауалнамалар, фокус топтар, пайдаланушы деректерін талдау болып саналады. Сонымен қатар, осы диджитал платформалардағы пайдаланушы деректерді де талдайды. Бұл нарықтың нақты портретін қалыптастыратын зерттеулер. Сыртқы факторлар, экономикалық конъюнктура, саяси тұрақтылық және экологиялық жағдайлар
туризм сұранысына тікелей әсер ететіндігімен сипатталады. Осы факторларды үнемі бақылау тәуекелдерді ертерек анықтауға мүмкіндік береді. Бизнес жоспар бұл инвестициялар үшін визит карточкасы. Экономикалық мақсаттар жобаның нақты мақсаттары мен міндеттерін айқындау мен, яғни қамту аймағы, мақсатты аудитория, күтілетін кіріс деңгейі және инвестицияның қайтарымдылық мерзімін сипаттайды. Ал қаржылық болжам кірістер мен шығыстарды егежеге тежегелі болжау, операциялық шығындар, маркетинг бюджеті, персоналға кеткен шығыс және инфрақұрылымды дамытуға арналған инвестициялар. Бәсекелестік орта нарықтағы баға саясатын қалыптастыру үшін бәсекелестерді талдау, олардың күшті және әлсіз жақтарын бағалау, сондай-ақ ерекшелендіру стратегиясын әзірлеу болып саналады. Қазақстан нарығына тоқталатын болсақ, біз оны сандар мен фактілер арқылы негіздей аламыз. Қазақстанның туризм саласы серпінді дамып, ұлттық экономикада маңызды орын алуда. Қазақстанда 400-ден артық туризм фирмасы осы туризмге қатысты 3 ірі жоба бүгінгі күні жүзеге асырылды. Елімізде белсенді жұмыс істейтін туристік компаниялар саны, олар ішкі және халықаралық туризмді дамытумен сипатталады. Ал экономика секторы туралы айтатын болсақ, туризм, мұнай, газ саласына кейінгі ұлттық экономиканың екінші маңызды факторы. Бурабай, Ақтау Сити және Кендірлі аймақтық туристік инфрақұрылымды дамытудың флагмандық жобалары болып саналады. Қазақстан туризмін дамытудың 2025-2029 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы елімізге келетін шетелдік туристер санын 2 есе арттыруды мақсат етеді. Логистика және операциялық оңтайландыру туралы айтатын болсақ, тасымалдаушылармен ынтымақтастық, авиакомпаниялар және жергілікті тасымалдаушылардың туристік логистикадағы рөлі шешуші. Ұшулар кестесін, трансфер қызметтерін және топтық маршруттарды үйлестіру тиімді логистиканың негізі. Инфрақұрылымды басқару, қонақ үй және курорттық объектілерді жүктеме бойынша басқару, брондауды оңтайландыру, толу деңгейін максималдау, персоналды маусымға қарай икемді жоспарлау осы инфрақұрылымды басқарумен негізделеді. Туристік өнімнің бірегейлілігі әрбір сапардың қайталанбас тәжірибеге айналуын қамтамасыз ету. Жергілікті мәдениетті, гастрономияны және табиғи мұраны бренд стратегиясына енгізу. Цифрландыру туралы айтатын болсақ, ол цифрландыру технологиялық стек, бұл автоматтандырылған басқару жүйелеріне қатысты. Брондау жүйелерін және тұтынушыларға қызмет көрсетуді толық цифрландыру нарықта бәсекелестік артықшылық береді. Ал онлайн брондау, чат-боттар және мобильді қосымшалар клиент тәжірибесін революциялық өзгертті. CRM жүйелері арқылы тұтынушы басын басқару
жасанды интеллект негізіндегі ұсыным алгоритмдері, нақты уақыт режиміндегі сұраныс мониторингі бұл бүгінгі күні тұтынушыларға қызмет көрсетудің цифрландыру жүйесі болып табылады. Деректерді басқару және сапаны бақылау үшін заманауи технологиялар кешені қолданылады. Big Data талдауы, бұлтты платформалар операциялық тиімділікті арттырады. Деректер аналитикасы платформалары, бұлтты инфрақұрылым шешімдері, автоматтандырылған есеп беру жүйелері осы технологиялық стекке тығыз байланысты. Операциялық тиімділікті арттыру арқылы шығындарды қысқарту автоматтандырудың ең маңызды нәтижесі. Зерттеулер бойынша цифрлық трансформация шығындарды орта есеппен 15-30%-ға азайтуға мүмкіндік береді. Тәуекелдерді басқару және икемділік туралы талдайтын болсақ, нарықтық тәуекелдер нарықтың құбылмалылығында дайындық, конъюнктуралық тәуекелдерді алдын ала анықтау, сценарийлік жоспарлау және резервтік стратегияларды дайындау арқылы кез келген дағдарысқа бейімделу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Реттеу талаптары ол мемлекеттік реттеу және лицензиялау талаптарын мүлтіксіз сақтау, сенімді бизнестің негізі. Туризм саласындағы заңнамалық өзгерістерді үнемі бақылап, уақытылы бейімделу маңызды. Тұтынушылардың қанағаттануын қамтамасыз ету үшін тиімді кері байланыс жүйесін енгізу қажет. Яғни пікірлерді жинау, талдау, пікірлерге жауап беру және сервисті үздіксіз жетілдіру цикліне айналдыру. Осы пікірлерді жинау, талдау, жауап беру арқылы біз тұтынушы қанағаттанды ма, әлде жоқ па екендігін осы кері байланыс жүйесін енгізу арқылы ғана біле аламыз. Енді болашаққа көзқарас туралы айтатын болсақ, жоспарлау әрине табыстың ірге тасы. Жан-жақты жоспарлау табысты туристік бизнестің ажырамас бөлігі. Алдын ала ойластырылған стратегия тәуекелдерді азайтып, мүмкіндіктерді барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Себебі, егер біз алдын ала ойластырылған стратегия тәуелдіктерін азайтпасақ, біз онда барлық мүмкіншіліктерді барынша тиімді пайдалана алмаймыз. Сондықтан кез келген қызмет жан-жақты жоспарлауды талап етеді. Себебі жан-жақты жоспарлау табысты туристік бизнестің ажырамас бөлігі болып табылатындығында. Сапа мен баға тепе-теңдігін айтатын болсақ, нарықтағы басты бәсекелестік артықшылық сапалы қызметті қолжетімді бағамен ұсына білу. Бұл тепе-теңдікті сақтау тұрақты клиенттер базасын қалыптастырудың кілті болып табылады. Келесі болашаққа көзқарас ол аймақтық даму драйвері. Туризмді дамыту аймақтардың экономикалық өсімін қамтамасыз ететін негізгі тетіктердің бірі. Жаңа жұмыс орындарын ашу,
жергілікті өнімдерге сұранысты арттыру және инфрақұрылымды жетілдіру туризмнің тікелей салдары. Туризм логистикасының бүгінгі курсы 7-ші дәрісі бойынша біз сіздермен осы туризм логистикасында тиімді жоспарлау мен болжауды енгізген компаниялар нарықта тұрақты өсімге қол жеткізіп, тұтынушылардың адалдығын бекіте алатындығын анықтап, біліп, талдадық. Осымен біздер дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.